Армысыздар құрметті көрермендер, өздеріңізбен бірге бір қысқаша уақыттың ішінде идеология тақырыбын ортаға салуға рұқсат етіңіздер. Менің ойымша бұл өте маңызды тақырыптың бірі, әсіресе биыл, әсіресе осы 1-2 айдың ішінде. Неге? Себебі Ресейдің Украинаға соғыс ашуынан бөлек, жалпы идеология мәселесі бойынша бізде пікірсайыс, пікірталас, ой-талас, сөз талас болатын кезең жақындап қалды. Ол 9 мамыр жеңіс күніне байланысты. Жыл сайын жалпы жеңіс күнінде Қазақстан қоғамы екіге жарылады. Біріншісі, жеңіс күнін ресейлік көзқарас бойынша, Ресей ұсынған сценарий бойынша атап өтейік деген азаматтардың тобынан құралады. Екіншісі, ол қазақстандық көзқарас болуға тиіс бұл күнге, жеңіс күнін атап өтуге байланысты өзіміздің сценарийіміз болуға тиіс деген екінші топтың азаматтарынан тұрады. Менің ойымша бұл бөлініс, яғни қоғамдағы осы 1-2 көзқарас биыл тіпті күшейе түседі және әлеуметтік желілерде қазірдің өзінде ой және сөз жаңағы таластарын, қақтығыстарын қазірдің өзінде байқап жатқан жайымыз бар. Енді идеология мәселесі тіпті де биыл өзінің маңызын арттыра түседі, күшейе түседі. Себебі Ресейдің Украинаға бастаған әскери агрессиясынан кейін Ресей осы жеңіс күніне байланысты өзіндік өзгерістерді енгізуі әбден мүмкін, және идеология мәселесінде жеңіс күнін барынша насихаттау, оның ішінде ұйымдастырылатын шерулерді, акцияларды барынша күшейту мәселелерін іске асыратыны айдан анық. Бірден айтқым келеді, ол Қазақстанның шешіміне байланысты. Биыл Қазақстанның қабылдаған шешімі маған көңіліме жақты деп айтсақ болады. Ол біріншісі, Қазақстан әскери шеру өткізуден бас тартты жеңіс күнінде, бұл бір. Екіншісі, бессмертный полк деп аталатын Ресей ұсынған, Ресей ойлап тапқан акцияға офлайн режимде өткізуге рұқсат бермеді, яғни онлайн режимде өтеді. Ақтау қаласында ғана офлайн режимде өтеді деген, бірақ бүгін ол шерудің офлайн режимде өтпейтіні белгілі болды. Қазіргі уақытта оған жаңа шеру болмайды деген ақпараттар бар, бірақ енді онлайн режимде өтіп қалуы әбден мүмкін. Неге бұл мәселелерді талқылау маңызды? Біріншіден, Қазақстан ұзақ жылдар бойы кеңес үкіметінің, кеңес билігінің қол астында болды. 70 жылдан астам жалпы кеңестік билік ұсынған идеологияның көзқарасымен өмір сүріп келдік. Ал енді 91 жылдары тәуелсіздік алғаннан кейін, анығы тәуелсіздігімізді қалпына келтіргеннен кейін, біздің мемлекет әлемдік, жаһандық, аймақтық мәселелерге, саяси мәселелерге, экономикалық мәселелерге өзіндік көзқарасы пайда бола бастады. Бірақ енді қазіргі таңда сол өзіндік көзқарастарды ескергісі келмейтін, өзіндік көзқарастарды екінші планға ысырып қойып, біздің көзқараспен жүруге тиіссіңдер дейтін сондай бір Кремльдік идеологиялардың жаппай, тек қана Қазақстан емес, посткеңестік кеңістікке еніп бара жатқан жағдайы бар. Жалпы бессмертный полкқа қатысты. Бессмертный полк деген акция 2014 жылы пайда болды. Сол кезеңнен бастап өткізіліп келе жатыр. 2014 жыл өздеріңіз білесіздер, Ресейдің Украинаға агрессиясы болды. Ресейдің Украинаға агрессиясы болды. Ресей Украинаның шығысындағы сепаратистік күштерді қолдады, ал Қырымды күшпен оккупациялап тартып алды. Яғни бір мемлекеттің аумақтық тұтастығына қол сұқты, тасталқан шығарды. Міне дәл осы жылы Ресейде бессмертный полк деп аталатын жеңіс күнімен тұспа-тұс өткізілуге тиіс сондай бір акция пайда болды. Ол акцияның былай сыртына қарайтын болсақ, бір дұрыс ниетте сияқты. Яғни кеңес герман соғысында қаза тапқан боздақтарды еске алу, ата-бабаның рухына құрмет көрсету деген сияқты нышанда ұсынылғанымен, ішкі идеологиясына үңілетін болсақ, оның ішкі идеологиясын мүлде бөлек, мүлде басқа мақсаттарды көздейтінін аңғаруға болады. Біріншіден, неге бессмертный полк акциясы жалпы Ресей тарапынан ұсынылды? Неге бессмертный полк жеңіс күніне тураластырылды деген мәселе? Менің ойымша, енді Ресей 30 жылдың ішінде жалпы қоғамды және посткеңестік мемлекеттерді қандай да бір құндылықтарға біріктіретін жаңа құндылықтарды ойлап таба алған жоқ. Әсіресе Ресей қоғамының ішінде бөліністер күшейді. Себебі 90 жылдардан кейін ақпарат алу мәселесі де
нығая түсті. Әлемде ақпараттың тек қана мемлекет ұсынатын КСРО кезеңіндегідей теледидар мен газеттер ғана ақпарат ұсынатын емес, жаңа ақпарат алу көздері пайда болды. Оның ішінде теледидарлар, оның ішінде интернет деген сияқты, әлеуметтік желілер, сайттар, яғни енді Ресей қоғамында өмір сүретін көптеген ұлттар, титулды ұлттар, өйткені Ресей тек қана орыс ұлтының тұрмайды, сонымен қатар өзге титулды ұлттардың саны жетерлік. Және олар ақпараттың жаңа көздерін, ақпарат алатын құралдардың жаңа сипаттарын тапқаннан кейін ойлана бастады. Расымен де біздің тарихты алып қарайтын болсақ, мынандай болған екен. Біздің тарихты алып қарайтын болсақ, кеңес үкіметінің жасаған іс-әрекеттері мынандай екен, Ресей империясының отарлаған кезеңі мынандай екен деген сияқты сондай бір азаматтарды көзқарас пайда бола бастады. Және бұл көзқарас ресейлік қоғамның арасында алуан түрлі пікірлерді қалыптастырды, және ресейлік қоғам ақырындап сиырдың бүйрегіндей біртіндеп бөлшектене бастады. Міне сол кезеңде Ресей билігі 30 жылдың ішінде қоғамды біріктіретін идеология ойлап таппағандықтан, барлық ұлттарға ортақ бір тарихи кезеңді алға шығару арқылы бір идеология ойлап табуға ниеттенді. Және ол идеология Бессмертный полк акциясының аясында жүзеге асырылып келе жатыр. Неге? Себебі Ресейдің құрамында өмір сүретін қазіргі ұлттардың барлығы дерлік екінші жаһан соғысына қатысқан. Яғни олардың аталары, олардың әкелерінің барлығы екінші жаһан соғысында фронтта болған, қаза тапқан, жараланған, яғни барлығы бір биліктің астында, бір тудың астында соғысқан. Міне сол құндылықты қайтадан жандандыру арқылы Ресей қоғамын бөлшектенуден, Ресей қоғамын жаңа көзқарастан сақтап қалудан, Ресей қоғамындағы ұлттардың, Ресей қоғамындағы түрлі этностардың өз тарихына өзіндік көзқараспен қарай бастаған кезеңде қауіпті сезген, бөлшектену қаупінен, қатерінен сақтануға ұмтылған Кремль осындай бір идеологияны ойлап тапты, Бессмертный полк деген. Және ол Бессмертный полк идеологиясын о баста Ресейге ұсынды, артынша посткеңестік мемлекеттерге ұсына бастады. Себебі бізде бір ортақ тарих болды, бізде бір ортақ мемлекет болды, бізде бір ортақ ту болды деген сияқты осындай бір көзқарастарды ұсына бастады. Оның тағы да бір қауіпті идеологияның бір тұсы, ол осы идеология арқылы кеңес кезеңіндегі көсемдерді насихаттау. Кеңес кезеңіндегі көсемдерді ұлы тұлға ретінде алға ұсыну. Әсіресе бұл жерде Сталинді және Ленинді алға көтеру мәселесі шығып жатыр. Қазірдің өзінде Бессмертный полк акциясының аясында кез келген елде осы Бессмертный полк акциясы ұйымдастырған шерулерге қарайтын болсаңыз, Сталиннің суретін көтеріп жүрген өте көп адамды көресіз. Ал Сталин біздің қоғам үшін, әсіресе қазақ халқы үшін үлкен зардабы тиген тұлғалардың бірі. Ол қазақ халқының санының демографиялық тұрғыдан азайып кетуіне, қазақ халқының тарихының бұрмалануына, қазақ халқының мәдениетінің жартылай жойылуына, қазақ халқының жалпы әлемдегі ең 20 ғасырда көп халық болып кірген ұлтты 21 ғасырға аяқ басқан кезде әлемдегі ең аз ұлттардың қатарына табылуына бірден бір үлесін қосқан тарихи қанішер тұлғаның бірі. Міне осындай тұлғаны Бессмертный полктың аясында кеңестік кезеңдік идеологияны ұсыну арқылы Ресей билігі қайтадан өзге қоғамдарға, өзге мемлекеттерге насихаттап жатыр, алға ұсынып жатыр. Жас ұрпақтың санасын осылайша өзінің ұлтын, өзінің мәдениетін, тілін жоюға барынша үлесін қосқан тұлғаны қайтадан дәріптеудің әдіс тәсілдерін ұсынуда. Менің ойымша бұл үлкен бір идеологиялық қателік болар еді. Яғни дәл осы идеологияны, Бессмертный полк акциясын қолдау ол үлкен бір саяси тұрғыдан да, идеологиялық тұрғыдан да біздің мемлекет үшін жеңіс болатын еді. Және алдағы уақытта билік мұндай акцияларға, мұндай іс-шараларға, әсіресе Бессмертный полк деген сияқты акцияларға біртіндеп емес, жалпы түбегейлі тыйым салатын болса, және жеңіс күніне байланысты қазақстандық көзқарасты ұсынатын болса, тіпті жақсы болатын еді. Жалпы жеңіс күнін
мүлдем календардан сызып тастау дегенде ұсыныстар бар. Өз басым ол пікірге қарама қайшымын, себебі Қазақстаннан аттанған 1.200.000 адамның ішінде 600.000-ы опат болды. Оның ішінде 300.000-ға жуығы қазақ халқының ұландары мен боздақтары еді. Оның ішінде өзімде атам бар, 20 жасында соғысқа аттанған, 21 жасында қаза тапқан. Ал былайша алып қарайтын болсақ, олардың барлығын тарих беттерінен сызып тастау қателік. Бірақ оларды еске алу, көшеде, шеруде Қанішер Сталиннің суретін оң қолыңа, атаңның суретін сол қолыңа ұстап алып, бессмертный полк деген плакат төбеңе жазып алып жүру арқылы емес, оларды еске алу жаңағы үлкен трагедия болғандықтан, мыңдаған, жүздеген мың адамның қаза табуына тікелей әсері болған соғыс болғандықтан, оларды еске алу мүлде басқа сценарийде өтуге тиіс сияқты. Яғни оларға құран бағыштау, оларды әркім өзінің сенетін дініне байланысты діни жоралғыларын ұйымдастыру деген сияқты мүлде бөлек сценарийде өткізілгені әлдеқайда дұрыс деп өз басым ойлаймын. Енді тағы бір мәселе бұл жерде, неге бұл идеология қауіптілік деген мәселесі. Алып қарайтын болсаңыз, қазіргі Ресей билігі ұсынып отырған жеңіс күнін атап өтуге қатысты идеологиялардың ішінде хроникасын алып қарасаңыз, 41 жылдан бері қарай жүреді. Яғни 41 жылы Германия кеңес үкіметіне, кеңес билігіне соғыс ашты, артынша біз оны жеңдік, және кеңес билігі өзінің әлемдегі өткір, қауқарлы екенін көрсетті деген сияқты сценариймен келеді. Бірақ 41 жылға дейінгі кезеңді мүлде айтпайды. Ал біздің қоғам үшін, біздің ұлт үшін 41 жылға дейінгі кезеңді айтылу өте маңызды. 1921-22 жылға аштықтың айтылуы біз үшін маңызды. Миллиондаған қазақ қырылған. Қазақстанда ұйымдастырылған кіші қазан төңкерілісінің айтылуы біз үшін маңызды. Қазақстанға Голощекин іспеттес Қанішердің келуі және оның Қазақстанда қан қасап жасауы біз үшін маңызды. Қазақстанға келіп қолдан жасалынған аштықты айтуы, соның нәтижесінде миллиондаған қазақтың қырылуы, былайша айтқанда геноцидтің хроникасының айтылуы біз үшін маңызды. Қазақстанда болып өткен жаппай қуғын-сүргін, саяси репрессиялардың айтылуы, 37-38 жылғы зиялы ұлт өкілдерінің қырып тастауы, қазақ халқының қаймағын былайша айтқанда сылып алып, жоқ қылып жойып жіберу кезеңінің айтылуы біз үшін маңызды. Бірақ қазіргі ұсынылып отырған бессмертный полк сынды жеңіс күнін әскери шерулермен ғана атап өту сынды идеологияларда ресейлік көзқараспен ұсыну арқылы бұл кезеңдерді мүлде айтпау, бұл кезеңдерді естен шығарып тастау мәселелерде ұсынылып отырған естен шығармауға тиіспіз. Әсіресе бессмертный полк, жеңіс күні деген сынды идеологиялардың нәтижесінде көптеген фильмде түсіріліп жатыр, көптеген документалды фильмде түсіріліп жатыр, көптеген мақалалар жазылып жатыр. Оның барлығына алып қарайтын болсақ, қоғамға ұсынылған ақпараттарды сүзіп алып қарайтын болсақ, жеңістің басым көпшілігі тек қана Ресей мемлекетіне және Ресей билігіне тиесілі деген сынды көзқарас ұсынылады. Ал бірақ та Екінші жаһан соғысында жеңіске үлесін қосқан ұлттардың ішінде қазақ халқы да бар, өзбек халқы, қырғыз халқы, жалпы сол кезеңде КСРО деп аталатын халықтар түрмесінде өмір сүрген барлық ұлттар бұл жеңіске бір ауыздан өзіндік үлесін қосты. Ұрыс даласында қанын төкті, ал тылда еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін жұмыс істеп, өздері тамақ ішпесе де фронтқа тамақ жіберді. Әсіресе Қазақстанды білесіздер, оқ-дәрі шығару бойынша, астық өндіру бойынша. Сондықтан да осындай көзқарастардың барлығын сылып тастап, тек қана Ресей билігі, тек қана ресейлік көзқарас бойынша біз жеңіске жеттік деген идеологияны ұсыну және оны қабыл алу менің ойымша үлкен қателік болатын еді. Қазірдің өзінде Украинада болып жатқан жағдайларды алып қарайтын болсақ, Украинада болып жатқан соғыстың бұрмалануыны, соғыстың жүріп өтуіне және соғыстағы қазіргі болып жатқан қанды қырғынға алып қарайтын болсақ, осының барлығына да бір жағынан осы Ресей билігінің тарапынан екінші дүниежүзілік соғысқа деген көзқарастың бұрмалануында тікелей әсер еткенін көрсек болады. Мысалы, қазір болып жатқан соғыста Ресей әскерінің және сепаратистер әскерінің
қолдарында байлаған повязка дейді ғой, соған назар аударатын болсаңыздар, автоматтарына байлаған жаңағы повязкаларына назар аударатын болсаңыздар, көбінесе Георгий лентасын көресіздер. Ал Георгий лентасын біздің тарихта не үшін бергенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Отарлау, басқа халықтарды қырып жою үшін Ресей империясы кезеңінде берілген осындай бір жаңағы лента ретінде қалыптасқан болады. Сондықтан да бұл бессмертный полк кезеңінде сөзсіз Георгий лентасы алға қойылады. Бессмертный полкта сөзсіз Сталиннің портреті, бессмертный полкта сөзсіз ресейлік билік ұсынған сценарийлер алға қойылады. Сондықтан да оның барлығы біртіндеп біздің тарихты бұрмалау, біртіндеп бұл тарихқа қазақ халқының қосқан үлесін азайту, және біртіндеп бұл жеңісті тек жаппай КСРО құрамында болған барлық ұлттардың емес, тек Ресей билігінің жеңісі ретінде ұсыну мәселелері ақырындап алға жылжып келе жатыр. Сондықтан да идеология мәселесі бойынша айтқым келетіні, екінші дүниежүзілік соғыста, кеңес герман соғысында қазақстандық көзқарас болған дұрыс сияқты. Қазақстандық жаңағы өзіндік атап өту мәселелері алға қойылуы тиіс сияқты. Және бессмертный полк сынды мәскеулік акцияларға түбегейлі тыйым салынғаны біз үшін әлдеқайда тиімді болады деп ойлаймын.